Сәлеметсіздер ме, құрметті 5 сынып білім алушылары. Бұл видеода біз сіздермен математика пәнінен 4-ші 90-ға арналған 90-дық жиынтық бағалау есептерін қарастыратын боламыз. Жалпы 8 есеп беріледі, максималды балл 20 балл. Әр есепті жеке-жеке қарастырып бастайық. Алдарыңызға бастапқы 3 есепті ұсынып отырмын. Қараңыздар, баллы. Бірінші есеп 1 балл дейді, келесісі 2 балл, одан келесісі 1 балл ғана дейді. Демек, қарапайым, өте оңай есептер деген сөз. Уақытты үнемді пайдаланып, тез-тез орындап жіберейік, жарай ма? Біріншісі қараңыздар, фигураның қанша пайызы боялғанын табыңыз дейді. Жалпы фигурамыз теңдей 4 бөлікке бөлініп тұр, иә? Оның қандай бөлігі боялып тұр? Сол 4 бөліктің 3-еуі боялып тұр. Енді оны пайыз түрінде қанша екенін табуымыз үшін 100 пайызға көбейтіп жібере қоямыз. Сонда бізде қысқарады 100 бен 4, қалады 100-дің орнында 25. Ол 25 алымында тұрған 3-ке көбейтіледі. Сонда 3 пен 25-дің көбейтіндісі 75 пайызға тең екен. Демек, боялып тұрғанның пайыздық көрсеткіші 75. Келесі, сүйір бұрышты анықтаңыз дейді, бұл тест екен. 2 балл дейді. Қараңыздар, бұл жерде біз сүйір бұрыштың анықтамасын есте сақтап қалуымыз керек. Ол 90 градустан кіші бұрыштар, иә? Ал 90 градус дегеніміз міне біздегі тік бұрыш, бірінші сурет. Бұл бізде жауапқа жатпайды. Келесілер енді салыстырып шықсаңыздар, 90 градустан кіші болып тұрғаны Б нұсқасындағы бұрышымыз және 5-шісі Е нұсқасындағы бұрыштар. Толықтай жауап бердік. Келесі, үшінші, центрі О нүктесі болатын шеңберде радиусы 3,5 см болса, шеңбердің диаметрін табыңыз дейді. Енді диаметр дегеннің анықтамасы өзі қандай еді? Радиустан 2 есе ұзын еді, иә? Демек, радиус беріліп тұрса, біз диаметрді таба аламыз. Оны 2-ке көбейтіп жіберу арқылы. 3,5-ті 2-ке көбейтетін болсақ, 7-ге тең. Бұл бізде С нұсқасында тұрған жауап екен. Келесі 4-ші есеп, суреттердің қайсында текшенің жазбасы берілген дейді. 4 түрлі сурет тұр екен, бар жоғы 1 балдық есеп. Енді бұл жерде тек қана көз алдымызға келтіріп, отырып, мұқият жауап беруіміз керек. Менің ойымша, бұл суреттердің 3-шісінен ғана текше құрастыра аламыз. Жауап берілді. Келесі 5-ші есеп 4 балдық есеп екен. Мәтінді мұқият оқиық. Байқағандарыңыздай, пайыз тақырыбына беріліп тұрған мәтінді есеп екен. Өнер мектебінде 500 оқушы бар. Оқушылардың 35-і домбыра үйірмесіне қатысады. Домбыра үйірмесіне қатысатын оқушылар саны вокалмен айналысатын оқушылардың 70%-дай. Қалғаны қобыз үйірмесіне барады. Қобыз үйірмесіне қатысатын оқушыларының санын табыңыз дейді. Берілгені түсінікті, нақтырақ болу үшін өзімізге қысқа шартын жазып алайық. Барлығы бұл жерде 500 оқушы, ары қарай олардың 35% домбыраға барады. Стрелкамызды қалай қоямыз? Санның пайызын табу, жалпы 500-дің 35%-ын табуымыз керек. Ары қарай, енді домбыра үйірмесіне қатысатын оқушылар саны вокалмен айналысатын оқушылардың 70%-ында. Енді вокал демек 70%-дай болып тұр. Бұл жерде енді пайызы бойынша санды табуымыз керек. Келесі, қалғаны қобыз және сұрап тұрғаны да дәл сол қобызға қатысушылар қанша дейді. Ал бастайық. Алдымен домбырашылар қанша оқушы екенін тауып алайық. Ол үшін не істейміз? Берілген пайызды бөлшек түріне айналдырамыз. Ол деген сөз 100-ге бөліп жібереміз деген сөз. Тапқан бөлшегімізді берілген санға көбейтеміз. Бұл жерде санның пайызын табу. Көбейтуді орындайтын болсақ, 500 бен 100 қысқарады. 500-дің орнында қалады 5. Ол 5 алымында тұрған 35 пен көбейтілетін болса, нәтиже 175-ге тең. Бұл бізде домбырашылар, иә? Ары қарай енді 70%-ды да бөлшек түріне айналдырып алайық. Қысқартатын болсақ, 10-нан 7 деген бөлшек түріне келеді екен. Енді пайызы бойынша санды табу деген кезде біз алдымен домбырашылардың санын жазамыз, оны бөлеміз біздің бөлшекке. Бөлуді орындау алгоритмін білесіздер. Біріншісі сан болсын, бөлшек болсын өз күйінде тұрады, ал екінші бөлшектің алым бөлімін ауыстырып, көбейтуге айналдырамыз таңбаны. Ал енді қысқартуды орындайық. 175 пен 7 қысқарады, 175-дің орнында қалады 25. Ол 25 алымында тұрған 10 мен көбейтіледі, нәтиже 250. Бұл бізде вокалға қатысатындар. Енді қалғаны қобызшылар. Қалғанын қалай табамыз біз? 500-ден азайтамыз, жалпы қосындысын
Демек 500-ден азайтуымыз керек болып тұр. Бұл жерде 425-ті. Есептеңіздер, қанша шығады? Әрине 75. Жауабы жалпы қобыз үйірмесіне қатысатын оқушылар саны 75-ке тең екен. Келесі 6-шы есеп сызбасы беріліп тұр екен. Жалпы 3 балдық есеп дейді. Берілген мұқият оқиық. Бұрыш АОК, яғни мына бұрыш бізде 150 градусқа тең екен. Ары қарай ЕОК бұрышын анықтаңыз дейді, яғни мына жақта қанша градус екенін. Одан кейін БОК бұрышы градустық өлшемдерін табыңыз дейді. Сонымен қатар АОК бұрышы БОК бұрышынан қаншаға артық екен анықтаңыз дейді. Қысқа шартын жазатын болсақ, беріліп тұр бізге тек қана АОК бұрышының градустық мәні 150-ге тең деп анықтауымыз керек. ЕОК бұрышы қанша градус екендігін, одан кейін БОК бұрышы қанша градус екендігін, сонымен қатар қанша артық дейді, яғни айырмашылығын АОК бұрышынан азайтамыз БОК бұрышының градустық шамасын. Ол нешеге тең екенін анықтауымыз керек. Ал бастайық. Бірінші, ЕОК бұрышын анықтайтын болсақ, суретке назар аударып қараңыздар. ЕОБ бұрышы тік бұрыш дейді. Енді жазыңқы бұрышымыз 180 болса, қалғаны да тік бұрыш болып тұр. Енді ЕОК-ны анықтау үшін, яғни мына аралықты анықтау үшін, берілген 150 градустан сол 90 градусты азайтып жіберсем болады екен. Сонда нәтиже бізде нешеге тең? Әрине 60 градусқа тең болып тұр. Келесі, БОК бұрышын анықтауымыз керек. БОК дегеніміз сол 90 градустан біздің ЕОК бұрышты азайтқанымызға тең. Сонда 90-нан азайтуымыз керек болып тұр. 60 градусымызды шығады 30 градусқа тең болып. Енді ең соңғысы екеуінің айырмашылығы. АОК бізде беріліп тұр 150 градус деп, БОК бұрышын таптық 30 градусқа тең екендігін. Оларды өзара азайтатын болсақ, шығады 120 градус деген жауап. Сұрақтарынан толықтай жауап бердік, есеп аяқталды. Келесі 7-ші есеп, кестеде 2016 жылғы жазғы Олимпиада ойындарында қазақстандық спортшылардың әртүрлі спорт түрлерінен иеленген медальдар саны берілген дейді. Осы мәліметтерді қолданып, сызықты диаграмма тұрғызуымыз керек екен. Алдымен бірінші кезекте сызық диаграмма сызудың алгоритмі. Тік бұрышымыз салып аламыз. Ары қарай оның ұзындығына қарай бізде медальдар саны сәйкес болатындай етіп бөліп аламыз. Бірдей ары қашықтықта. Мен мысалы әр 2 торкөзді 1 деп санап алып жатырмын. Ең көп медаль саны бізде байқаған болсаңыздар 5 екен. Ал енді еніне қарай әр 4 торкөзден санап спорт түріне сәйкес сызықты диаграмма салу үшін орындарын дайындап қойып жатырмын. Сонымен жазып шығайық. Біріншісі ауыр атлетика. Қысқаша жазатын болсам, ауыр атлетиканы сызамыз сызығының ұзындығын 5-ке тең етіп. Сонымен диаграммамыздың сәйкес сызықтарын салып шықтық. Қасына мәліметтерін жазып қойсаңыздар да болады, нақтырақ көрініп тұру үшін. Бұл есебіміз аяқталды. Келесі 8-ші есеп, тамаша дүкеніне әкелінген гүлдер туралы мәлімет диаграммамен берілген дейді. Диаграмманы қолданып есептеңіз дейді. Бірінші сұраққа назар аударыңыздар. Дүкенге барлығы неше гүл әкелінді дейді. Бұл үшін не істейміз? Диаграмманың әр бөлігіндегі сандарды қосып шығамыз. Есептейтін болсақ, жалпы нәтиже бізге 180-ге тең екендігі көрініп тұр. Екінші сұрақты оқиық. Ең көп және ең аз әкелінген гүлдердің айырмасы қанша? Ең көп бұл жерде раушан гүлі 60 дана екен. Одан азайтамыз, ең аз жауқазын гүлі 20 дана. Олардың айырмашылығы 40-қа тең. Үшінші сұрағына назар аударыңыздар. Bir гүл шоғында 5 гүлден болса, түймедақ гүлдерінен неше гүл шоғын дайындауға болады дейді. Енді түймедақтың жалпы саны 30, әр гүл шоғына 5-ден болатын болса, 5-ке бөлеміз. Жалпы біз 6 дана гүл шоғын жасауға жетеді екен. Келесі сұрақ. Раушан барлық гүлдердің қандай бөлігін құрайды дейді. Енді бөлігін табу үшін бізде жалпы санын бөліміне жазамыз. 180 гүл,
Ал раушан гүлдерінің санын алымына жазамыз. Осындай бөлік пайда болды. Оны қысқартатын болсақ, 60-қа 3-тен 1 деген бөлікке тең екен. Осымен құрметті білім алушылар, 90-дық жиынтық бағалауымыздың да барлық есептерін толықтай қарастырып шықтық. Түсінбеген жерлеріңіз болса, міндетті түрде комментарийге жазыңыздар. Видеоны қайта қарап, дайындықтарыңызды шыңдап алыңыздар. Барлықтарыңызға сәттілік.